Құрметті тыңдарман, бұрын қылмыс туралы әңгіме айтылмайтын. Тәрбие құралы жеткілікті болатын. Үйдегі отбасы өз алдына. Қоғамда елдерге озбырлық, әлімжеттік, мәжбүрлікке итермелеу тетіктері жоқ еді. Бұқаралық ақпараттар құралдары, газет пен журналдарда көретін кинофильмдер қып-қызыл қан сорғалаған қылмыстық оқиғалар көрсетілмейтін. Ал әйел қолымен істеген қылмыс құлаққа естілмейтін. Естілген күнде болжаммен айтылатын. Қазір қыздар араласқан қылмыстар көбейіп келеді. Бірі тағдыр тәлкегіне итермелеген, намысын қорлаған, арын таптаған, күш иесінен кек қайтару әрекетінен болса, екінші жеке бастың нәпсінің құмарлығы, өзгенің отбасылық бақытын, сүйіспеншілігін, қызметтік жетістігін, тұрмыстық жақсы жағдайын қызғанушылық, көре алмаушылық, іші тарлық тағы да осындай себептер. Қазақстанда сүюге, жақсы көруге, құмартып ғашық болуға ғана лайықты нәзік жанды қыздар өмірге бала әкелетін, отбасының көрегесін кеңейтіп, шаңырағының берекесін келтіріп шуақ төгетін, жан мен тән жылуын беретін көптеген әйелдер түзету колонияларында жазасын өтеуде. Бұл қылмысқа олар не үшін барды? Бұл сұраққа 1967-2017 жылдар аралығындағы шын өмірде болған әйелдердің қылмыстық істерінен әдеби көркемделіп жазылған осы детективті әңгімелер жауап бере алады деп сенемін. Сіздерге қызық болса, ары қарай тыңдай отырыңыздар. Оқиға өте қызықты. Мені қолдап, арнама тіркеліп кетуді ұмытпағайсыздар. Ал ендеше жалғастырайық. Шешесі мен қызы екеуі кешкі шамның пілтесін сығырайтып шай ішіп отыр. Ортада жайылған шүберек дастархан. Онда тілге қағажау болатын артық еш нәрсе көрінбейді. Кешегі пісірілген табанан мен кішкене кеседе толар-толмас қуырылған тары. Сексеуіл салып қайнатылған жез самаурынның быжылы бағанақ басылған. Қызы қолына алған кесені ұстап отырып, ішіндегісін сылп еткізіп, ернінің ұшымен ішті де алдына төңкере салды. Қатима, тағы да ана сөкпен енді бір-екі кесе ішсейші. Түкшпедің аштан өлмексің бе? Ана қашарда бүгін ертең біз аулап қалар. Аққа да аузымыз тер, деді шешесі шай ішкен соң терлеген маңдайын сүртіп, әрі беліндегі үнемі буып жүретін қара бөкебайын шеше үсті басын жеңілдетіп. Еш нәрсе жегім келмеді деп айттым ғой. Құрт қатқан бір нәрсе жегім келеді де тұрады. Оны қайдан табайық? Бағана мал суарғанда құдық басында ана өтегеннің боқ мұрын ұлы құрт сорып жүр екен. Ұялмай сол баланың аузындағы құртын сұрадым. Ертең сақа асық берем деп әрең алдым аузындағысын. Жүгермек өзі қазымыр. Қойшей, бермеймін. Мен құртымды берсем, алдамай сақа бересің бе? Бұл құртты сыздық көкемнің үйіндегі жеңешем берген. Дәмі балдай. Сақа асық берем деген соң берейін деп біраз бәлсінді. Ұрқия осы сөзді естігенде қолындағы кесесін дастархан шетіне қоя салды да қызына. Ей, сорлы, баладан құрт сұрап нең бар еді? Деді әлденеге өкініш білдіріп. Бала емес пе? Бүгін ол шешесіне айтады. Қатима ертең сақа асық береді. Мен бүгін құрт бердім деп. Ауылдың қатындары бәленің бәрін іздеп отырмай ма? Неғып Қатима құрт жегісі келіп қалыпты? Жер қатындарша үйінде отырып деп ана Назипа суылдаққа жеткізеді. Оны қойшы, Сейсенкүл естімесін. Сейсенкүл білсе, бүкіл ауыл қатындарының көздері біздің үй жақ болады. Сенің шораяғыңның үйге келіп кететін әр жерде сөз қылып жүр деседі. Халқоздың белді активі, бас ешепші шораяқ Шегірбай Қатимаға сөз салып жүр дейді. Станцияға барам дегенде өмірі ешкімге бермейтін астындағы атын беріпті. Шегірбайдың атын Ұрқияның үйінің қорасында тұрғанын Әлима көріпті. Шегірбай Ұрқияның үйіне бір машина отын түсіріпті. Тағысын тағылар.
құлақ түрсең жетіп жатыр. Айта берсін, жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың. Ертең мен Шегіртбайдың басы байлы қатыны болғанымда көрермін сонда бәрін. Немене? Ол саған үйленемін деп ашық айтты ма өзі? Апа, мені күйдірмеші. Айтатын адам емес ол. Мен оны сезіп жүрмін. Өткенде 2 қабатпын деп былш еткізіп бетіне айтып салдым. Я, ол не деді? Оңбаған, қуанар дегенмін. Сөйтсем, абдырайды ғой кәдімгідей жас жігіттерше. Деп ыңырсыды. Мұрты жыбырлап, темекісін есі кеткенше сорып. Жеңгеңмен тұрғаныңа 7 жыл болды. Бір бала көтермеді сенен. Ал сен мені қыздай пайдаландың. Міне, енді өзіңнің бел балаң болады. Қайта қуанбайсың ба бала көтергеніме? Неменеге абдырайсың? Деп үндемеген соң шап еттім. Сосын, деді. Шешесі шайын сораптаған күйі қызын одан әрмен тыңдап. Коммунистпін ғой, парт билетім бар. Коммунистер 2 әйел алуға болмайды. Бюроға салады. Партиядан шығарады. Жұмыстан босатады деді ұялмай бетсіз. Я, тағы не айтты, деді шешесі жағы қуарын қарап ыстық шайды одан әрі сораптаған күйі. Ендеше ана жеңгедей алғаныңмен ажырас. Әйеліңмен ажырасуға рұқсат бар шығар, дедім. Өзім сөз бастаған соң ақырына дейін ойын білейін деп. Зибашпен бе? Ойбай-ау, ойласай, қызбен қайда қаңғытып жіберемін. Шиелідегі жалғыз ағасы былтыр өлді. Сіңілісі шеттей, бала шағасымен оның жағдайы жоқ. Әсем күліме обал ғой, өсіп келеді. Өз қызымдай көкелеп жүрген ол қыздан қалай айырылам? Жалғыз ағамның маған тапсырған көзі ғой. Я, қыз да ана қатын қылып отырған жеңгең де ағаңның көзі. Әмеңгерлікпен үйленгенде ағаның әйелін інісі алуға болмайды. Ескінің сарқынжақ әдеті. Мен коммунистпін деп сол кезде неге айтпағансың, ә? Осыны айтып берші маған. Әлде ағаң тірі тұрғанда жеңгеңе көз салып, қойнына барып жақын болып қалып бедің. Осыны айтқаным сол екен. Шораяқ бар ғой, апа, жаны шығып кетті. Бірден көзі ежіреп, бетіме қарап тұрып, түфу деп жерге түкіріп жіберді. Мені Құдай сенімен қатты адастырды. Енді маған бұлай деп ауыз ашушы болма, білдің бе? Ақмақтың да нағызы екенсің, деді. Қатиманың кеудесінде бәрі толып жинақталып, қалай шығаруға себеп болмай тұрған екен. Өзінен өзі көтеріліп кетті лезде. Апа, оған бар ғой, мүлде бала керек емес. Менің ішімдегі баладан ана қызды, ал менен гөрі ана жеңгені жақсы көреді, деп бар даусымен айғайлай қасындағы жастықты құшақта бөкірді. Үркия қызына қайырлы тіл қатпады. Басқалай сұрақта қоймады. Сол құлдап жылап жатқан қызын одан кейін бір нәрсе айтып жұбатпады да. Ішіп отырған шайының мәнісі бұзылды. Дастарханды жинап, жез самаурынды үйдің бұрышына қоя салды да есікті сықырлата ашып сыртқа шығып кетті. Қораға барды. Бұзаулайын деп тұрған қашарды байқап көрді. Көктемгешлік кез. Ауыл жұртшылығының бәрі кешкі астарын ішіп болып, шамдарын сөндірген бе, ешкімнің терезесінен жарық байқалар емес. Түн тұнық, ауа таза. Ал Үрқияда ой тұнық емес. Көңілі әлем тапырық таза емес еді. Қатима жас қыз емес. Тағдыры солай ма, тұрмысқа шықпай отырып қалды. Оның үстіне төгіліп тұрған ажары жоқ. Шомбалдай қара. Ерні де дүрдиіп, бүкіл бет аузының әлпетін бұзып тұр. Түрі де, денесі де еркек пішіндес. Қара күшке келгенде мықты. Отынды да, суды да тасымалдайды. Оқып та жарытқан жоқ. Мінезі де өзімшілдеу. Көбіне тұйық. Жас кезінен біреуде артық бірдеңенің болғанын қаламайтын іші тар. Қызғанышында шек болмайтын. 4-ші сыныптан кейін ілдалалап 7-ші сыныпты әрең бітірген. Осы қара шомбал қыздың отырып қалуына шешесінің де кінәсі бар. 7-ші сыныпты бітірген соң шешесімен бірге колхоз жұмысына араласты. Сол жас кезінде әскерден жаңа ғана келіп, әлі керзі етігін шешпей, гимнастеркамен жүрген көрші ауылдағы Құрманның баласы сөз салдырды. Үрқия оны
тақыр кедей деп жақтырмады. Өзі жесір әйел болған соң жалғыз қызды қасынан ертерек жібергісі келмеді. Бұдан кейін шыны керек, ауылдағы жігіттердің көңіл білдіргендері шамалы болды. Қатима өзі қатарлас қыздар тұрмыс құрғанда қатты қызғанды. Тойлары болып шақырғандарға бармай қалды. Міне, сөйтіп жүріп жасы 25-ке келді. Өзімен жасты сол қыздар қазір ақар-шақар отбасын құрып, бала сүйіп отыр. Шындығында Үркия Шегірбайды қызына өзі икемдеген. Шегірбай тілінен де, қолынан да бәрі келетін іскер. Кісі алдарлығы және бар. Үйінде қызы бар деп сыйлай ма, әлде басқалай өзі мінезі ме, Үркияны көргенде апалап жағдайын сұрап тұрады. Өзі қаладан оқу бітірген. Үркия қандай оқу екенін білмейді. Білімді санайды. Қияқ мұртты, өңді жігіт, бірақ мінезді. Бетің бар, жүзің бар демейді, бетке айтады. Жасы 40-қа келіп қалды. Үстіне костюм шалбар киіп үнемі халқоз бастықтың қасында жүреді. Беделі бар, тек бір аяғынан сәл-пәл қысқа. Жүгіргенде шойнаңдап жүреді. Кеміс аяғының тізесі шалбарынан шодырайып көрініп тұрады. Жұрт содан шораяқ атап кеткен. Көзіне айтпағанмен сыртынан солай дейді. Халқоз бастық астына бір жырау ат беріп қойған. Сол себепті аттан түспейді. Атының үстіне жазы қысы ақ жабу жауып, кәдімгі сал серіше ауыл ішінде салтанатпен жүреді. Осы ерекшелігі өзіне жарасады. Әке шешелері ерте қайтыс болған. Әскерге барып келген жалғыз ағасы көпке дейін үйленбей жүріп, бір күні Шиеліден өрімдей сұлу қыз Зибашты алып келді. Барынша ұлан асыр той жасағаны ел есінде қалды. Сол ағасы келіншегімен отасқанына 2-3 жыл өтпей-ақ өкпе ауруынан Зибаш қызын туғаннан кейін қайтыс болды. Зибаш күйеуінің жылын берген соң жалғыз қызымен сол оттың басында не қаларын, не кетерін білмей жүрген. Рулас аталары Зибашты төркін жағына қайыра жібермей, бұрынғының дәстүрі бойынша әлі үйленбеген Шегірбайға әмеңгерлік орны бар қайнысына қосты. Зибаш талдырмаш денелі. Қай кезде де жүзі жайдары, шуағын шашып күлімсіреп жүреді. Мінезі үлкенге де, кішіге де жібектей. Ауылдағы жақын жуық ағайынның құдайы берсе, той жасаса, барлық жұмысына араласып, кішіне жеңге, үлкеніне келін болып сіңіп кеткен. Өзінің әдемі ән салатыны тағы бар. Қараторының нағыз әдемісі. Шегірбай екеуі қайны жеңгелігінен бірте-бірте ерлі зайыпты өмірге көшіп, жарасымды өмір сүріп жатқанына ауылдың барлық адамдары риза болатын. Арамызда екеумізден бала болмайдау деп екеуі ойламады. Ол жағы елге белгісіз. Ағасының көзі болып қалған бүлдіршін Әсемгүлді еркелетіп өсіріп, соның қуанышымен уақыттары өтіп жатты. Бір күні Зибаштың құлағына Шегірбайдың Қатиманың үйіне барғыштап жүргенін, Үркияның малының шөбіне, отынына көмек бергіш болып кеткенін ұзын құлақтан естіген. Ақылды әйел бәрін дұрыс деп қабылдады. Шегірбай біреуге қыздай үйленемін, ұрпақ сүйемін десе неменеге қарсы болам? Еркі өзінде. Бірақ өз аузынан бір нәрсе деп айтатын шығар. Айта қалса рұқсатымды беремін. Тойын жасап, бөлек отау қып шығарамын. Алыстамай көз алдымда жүрсе болғаны деп іштей келісімге дайын жүрген. Бірақ Шегірбай өз жағынан Зибашқа бұл жөнінде тіс жармады. Бұрынғы ерлі зайыпты қалыптан суымай, Зибашқа қайта-қайта ынтыға түскендей сезімді байқатып, бөтен еш нәрсені білдірмеді. Шегірбайдың өзіне деген ықыласы бұрынғыдан да ыстық көріне бастаған соң, Зибаш жұрт сөзін жеткізе қоймады. Ал Үркия болса әріден ойлады. Қатима мен Шегірбайдың араларын жүрдім бардым тіршілік емес, мүлде басы байлы жақындатсам деп жүрді. Ішкі есебі
Қатима тезірек Шегірбайдан бала көтеріп қалса. Ол қайда қашар дейсің, жеңгесі бұдан бала көтерген жоқ. Бала көтергенін білсе, Қатимаға өзі жүгіріп жетіп келер деуге әкелетін. Одан әрі Шегірбай күйеу бала болса, жағдайлары да түзеліп, мен де жұрт қатарлы дастарханның төрінде отырармын деген үміті бар еді. Енді қызының бүгінгі сөзіне қарап отырса, Шегірбай Қатиманы қыздай пайдаланып, жеңгесінен ажырай алмайтындай. Қыз оң жақта отырып, біреуге некелеспей босанса, ол да өлім емес пе? Бұның арты жақсылыққа апара қоймас. Қайтсе де бір амалын ертерек жасау керек. Ұрқия алдымен Шегірбаймен өзі оңаша сөйлескісі келді. Ойланып, оған дәті бармады. Шегірбайдың мінезінен сескенді. Бір машина отын түсіріп бер дедің, отын түсіріп бердім. Малға шөп жеткізші дедің, шөбіңді жеткіздім. Етіңді асып, алдыма арақ қойып, түн іші боп қалды. Осында бүгін қона сал деп қызыңды қасыма жалғыз тастап кеткен өзің емес пе едің? Сол күні үйіңе қонам деген ойым жоқ еді. Болар іс болды. Қызыңда да ми жоқ. Білегін ұстағанға былқ ете қалған десе не айтады? Түн ортасына дейін көз ілмеген Ұрқия Шегірбайға қалайда есе жібермей, еркек басын алдына иілдіруді ойлап шықты. Бір оқпен екі қоянды атып алсам бекен. Әй, осы дұрыс-ау. Бұған бел шешіп көрейін. Болды, қорытынды ойы. Арада 3 күн өткен жоқ. Ала қашар туып, уызын шайға қатып, сүт ішіп, Ұрқияның ерні аққа тиіп, көктем кіршілікте әлденіп жақсы боп қалды. Ал Қатима болса, күннен күнге жерік асын құмары қанып жей алмай, әлсіреп жатып қала беретін болды. Ұрқия қызының ішіндегі баласының 3 айдан асып бара жатқанын мерзімінде білді. Көктем күні болса мынау, ұзарып келеді. Ертең жаз шықса, қызы қарнын қамп етіп қалай жүреді. Ақыры Ұрқия көкірегіндегі қараңғы әрі өте қауіпті ойларды іріктеп, оны осы дұрыс деп тұйықтап бір шешім жасады. Ол Зибаштан құтылу. Шет жағасын қызына білдіріп, оған дайын болуды үйретті. Әдепкіде ойбай апа деп қалған қызы артынан сөйтейік деп өзінің мығымдығын білдірді. Ертесіне кеш қарайған сәтте Ұрқия қызына жүр киін деп әмір берді. Қатима киінді. Екеуі Шегірбайдың үйін бетке алды. Қызы шешесінен бірде қатарласа, бірде кейінірек жүріп жүрегі қобалжыса да білдірмеуге тырысуда. Бұл ауылда қыстың соңы, көктемнің басында, қыстаудағы әр үй күндізгі тіршіліктен кейін кешкілік өз шаңырағымен өздері әуре. Әйелдер жағы керосинмен жағылатын пілте шамның қасында жазда қырқып алған қой жүнін түтіп, ұршықтарын иіреді. Мектепте балалары барлар күндіз сабақтарын қарауға шамасы келмей, бәрі сол пілте шам қасында сабақ әзірлейді. Темір пеш қызып, үй іші жылынған соң, ер адамдар тамақ ішіп бола сала, бірден қорылдап ұйқыға кетеді. Шегірбайдың да үйі дәл орталық жол бойында. Ұрқия оның көршілерінің жайын біледі. Сол жақтағы көршісі соғысқа қатысып, жарымжан болып келген Теміржан, ауру кемпірі бар. Үйіне бір кірсе шықпайды. Ал оң жақта шетте бала шағасы бар Тәліп. Шегірбайдың одан соңғы көршісінде тырқылдақ трактор айдайтын Құрман. Ол арақ ішкен күні көршілерінде маза жоқ. Бәрін боқтап, қайдағы жоқты қозғап, жаман тракторды колхоз бастық маған әдейі беріп қойған. Айлығым содан аз деп әркімге шағынданып жүреді. Ұрқия осы Құрманнан және Тәліптің балаларының тынымсыздығынан сескенеді. Әке шешесі өңшің шуылдақтарды. Бар, далаға барыңдар шай десе болды. Олар жаз қыс демей далада ойнауға шаршамайды. Демек, ол балалар далада ойнаса, Ұрқия мен Қатиманы олар көреді. Бүгінгі кеш Құрман да Тәліптің де балалары тыныш, жым жылаш жоқ. Бұлардың жолы болды.
Шегірбайдың үйіне жақындай бергенде Ұрқия артына бұрылып қызына: қазір мына үйге келеміз. Ана қатынға Зибашқа деп атын атағысы келмеді. Бәрін айтамыз. Аяғыңның ауыр екенін, Шегірбайдың ол балаға әке екенін, деді Ұрқия қызына. Апа, Шегірбай үйінде болса қайтеміз, деді қызы. Болса қайтейін, көрейін мен оларды. Бізді басынғысы келе ме? Мен ешкімге сені басындырмайым. Ал сен қыз, мен не ымдасам, соны орындайсың, білдің бе? Апа, Шегірбай жоқ, өйткені аты жоқ қорасында. Көрдің бе, қора бос. Онда біздің жол ашылды. Ауылдағылар кеш қоюланғанша бірінің үйіне бірі келе береді. Сыртқы есік ашық тұр. Зибаш та есігін ілмеген. 8 жасар қызы кейде күні бойы далада ойнайды да кешкісін тамағын іше сала бірден ұйықтап қалады. Бүгін де сөйтті. Қызы ұйықтаған соң Шегірбай жұмыстан келгенше шаш жуып ала қояйын деп Зибаш ұзын бұрымын енді тарқатып жатқан. Сырттан біреудің ішке кіргені сезілді. Тарқатылған бұрымның сыртынан орамалын байлай бергенде есіктен үйге кірген екеуді көрді. Апай, сіз бе? Сәлеметсіз бе? Қатима, жай жүрсіздер ме? Деп қалды Зибаш, екеуінің кештетіп жүргенінен сескеніп. Тіпті денесі сол сәтте тоңазып кеткендей болды. Ұрқия амандасқан жоқ, сәлемді де алмады. Бағана біздің буаз 2 саулық адасып, сіздің қорадағы малдармен бірге кетіпті деп естіп, рас па жоқ па деп мал іздеп келдік, деді Ұрқия түсі сұрланған күйі. Апай, бізде уақ мал жоқ қой, тек сиыр ғана бар. Сосын төремнің аты тұрады қорада. Шегірбайды қайны кезінен төрем деп атаған еді. Сол атымен әлі атайтын Зибаш. Шегірбайды төрем деп төбеге көтергенін қызғанып, әрі өзіне қарағанда Зибаштың әдемі сұлу кейіпінен көзі тайып, іші күйген Қатима да қатқылдана: қораға барып өзіміз көректе көзімізбен, бір мал бар сияқты ғой, деді қарлыңқы дауыспен. Қора ашық тұр, барып қарай беріңіздер. Мен қазір киінейін, деді де Зибаш жылы шәлісін иығына іле сала сыртқа шықты. Үй сыртында әлі бөтен ешкім көрінбейді. Ұрқия жан-жаққа көз тігіп қадағалап үлгерді. Аяғына жеңіл желпі кебіс іліп, Зибаш та қораға қарай жүрді. Ұрқия сол сәтте қызына әмір берді: мықтап буындыр ананы. Қораға қарай алып жүр. Қатима берілген әмірді бұлжытпады. Қарулы қолымен Зибашты жамылған шәлісімен бетін бүркеп тұншықтыра қораның ішіне алып кірді. Қатиманың саусақтарының тегеуріні бұраулы шылбырдан да күштеді. Зибаш табанда үн шығаруға шамасы келмеді. Басындағы байланған орамалы иығына, одан соң ағараңдап жерге түсті. Енді арқадағы тарқатылған ұзын бұрымды қолына жетектеген Ұрқия Зибаштың басын өзіне қарай тартып, өзі бұрымымен тамағын орап қайыра қыса түсті. Бәрі де қас қағым сәт. Бұл кезде Зибаштан демде үзіліп, денесі жерге қарай сылқ еткен. Қорада жай барақат күйсеп жатқан ала сиыр орнынан осқырына мө деп түркеліп, бөтен екеуге мүйізін сілтей бас салды. Қанды қол екеуі бұл кезде қораның есігін жауып үлгерді. Ала сиыр бұдан бір апта бұрын бұзауланған. Қасындағы бұзауын бір, күнде баптап жем беретін иесін бір иіскей, жануар еш нәрсені түсінбей танауы пысылдап күйіс қайыра берді. Тоқта, деді Ұрқия қызына. Қорадан шыға сәл сыбырлай жан-жаққа қарайық. Біреу-міреу көріп қалмасын. Айтқандай Тәліптің балаларының бірі ысқыра сыртқа шықты да, ысқыра шаптырып қайыра үйіне кірді. Қылмысшылар келесі үйдің терезесі жоқ жақтан әрмен қарай жүре берді. Қатима үйге келе сап: апа, жүрегім қатты соғып тұр, деп шешесіне қарады. Шешесінде: біз кісі өлтірдік-ау деген өкініштің бірі байқалар емес. Жүрек бүрек дегенді енді маған айтпа, деді шешесі барынша қатуланып.
бәріне берік боласың. Осының бәрі сен үшін, сен өзің үшін істедің, білдің бе? Мен де сен үшін. Ана екі езуіңе берік бол. Түрмеде өзің шіріп, не мені шіртейін демесең. Қайда бардың, не көрдің, не жасадың, оны ойлаушы болма. Бұл істі біз емес жасаған. Шораяқ, түсіндің бе? Шораяқтан көреді. Ол түрмеге кетеді. Қарада тұр, дәл солай болады. Ал менің жайым ше, апа, үйде отырып босанам ба, күйеуге тимей? Тиесің. Енді Шегірбай ешкімдікі емес, сенікі. Тек артын күт. Болды. Шешесінің бұдан әрі айтқаны. Түнімен Үрқия көз ілген жоқ. Аллаға сиынудан да қорықты. Қылмыс жасап отырып, не деп сиынбақшы? Әйтеуір таң алдында көзі ілініп кетіпті. Тұрғанда күн көтеріліп, біраз уақыт болып қалған. Құдық басына мал суғаруға келді. Малдарын суғарғандар сұмдық үрейде. Ойбай сұмдық, өмірі болмаған, көрмеген, естімеген сұмдық, естідің бе? Алла сақтасын, Зибашты біреу қорасында қылғындырып өлтіріп кетіпті. Бір кебісі бір жерде, жаулығы бір жерде, екінші кебісі екінші жерде қалыпты. Сорлай, жазығы жоқ, періштем-ай. Шегірбай кеше станциядан шөптен кеш кепті. Түнде қораға атын қояйын десе, аты үркіп тепсініпті. Қораның ішінде сілейіп Зибаш жатыр дейді. Ой, бұл қарғамай. Кім екен қастандық жасаған Зибашқа? Сиыр туды, түсте уыз көже ішіңіздер деп бүгінге шақырып еді кеше. Шеше-ау, мені де шақырған сол уыз көжеге. Милициялар түнде ақ машинамен келіпті ғой. Енді облыстан келеді дейді тексерушілер. Зибашты ауданға ма бір жерге жоғары жаққа алып кетіпті бағана. Денесін тексереді дейді. Міне, ақыр заман. Астапыралла. Үрқия да бір сұрақтар қойғысы келген, бірақ қойғанда үндегенде жоқ. Зауқы болмады өтірікке. Зибашты өлтірген қаншер обалын тартсын Құдайдан. Алла қинасын өзін дәл сондай етіп. Ибай-ай, ана кішкентай қызына обал болды. Байғұс-ай, шырқырап жылағанын айтсай, түнде ұйықтап қалған ғой, еш нәрсе білмей бала ғой. Шынында Үрқия болжағандай, Зибаштың өліміне Шегірбайды кінәлап, тексерушілер оны бірден алды-артына қаратпай қалаға алып кетіпті. Бұл алғашқы хабар. Ауылға кеше бір бөтен машина келген көрінеді. Тура Шегірбайдың үйінің қасына тоқтаған дейме, құрманнан жол сұрапты ғой. Жезқазғанға қарай қалай шығуға болады деп. Тәліп айтты. Енді Жезқазғанның милициялары іздестіріп жатыр дейді сол машинаны. Бұл екінші хабар. Тергеушілер ауыл адамдарын, көршілерін түгел қалдырмай сұрағанымен ешқандай ілікті табалмаған сыңайлы. Үшінші күн дегенде ауданнан келген тергеуші жас жігіт Үрқияның үйіне келді. Сұрағы мынау. Ауыл адамдары Шегірбай мен Қатима арасында байланыс болған дейді, рас па? Қызы көзі бадырая шешесіне қарады. Не деп айтарға дайын емес еді. Рас, деді Үрқия, Әліптің арты нені байқатады деп. Мен қызыңыздан сұрап отырмын, сізден емес. Рас, деді қызы шешесін қайталап. Зибаш, тойес ана өлген кісі араларындағы о қатынасты білетін беді, деді тергеуші. Біледі, айналайын, Зибашжан қызым, Қатимаштың аяғының ауыр екенін біледі. Естігенде қуанған, деді тағы да Үрқия сөзге өзі араласып. Өйткені Зибаш Шегірбайға бала туып бере алмады. Оны жеңгелей алған. Менің Қатимашыма Шегірбай үйленгісі келген. Ал оған Зибаштың өзі қарсы болған жоқ, рұқсат берген. Енді екеуін некелестіріп, үйлену жағын қалай өткіземіз деп жүргенде, осылай болар деп кім ойлаған? Жарығым, Зибашжан-ай, деп Үрқия даусын көтере жылап, тергеушінің несін таңдыра жаздады. Апай, қойыңыз енді, жыламаңыз. Я, қиын жағдай. Сіздердің Зибашпен ара қатынастарың жақсы болған екен ғой, деп тергеуші қайта ыңғайсызданғандай бұрынғы сұрағына. Ойбай-ау, ол не дегеніңіз? Зибаштың жүрегі кеңеді ғой, апалы сіңлідей боламыз екеуміз. Осыдан балалы болсаң, бауырма салып, өзім өсірем дегенді де айтқан Зибаш, айналайын, деп Үрқия одан сайын көз жасын көлдей етіп, бетін етегімен көлегелей, жасын сүртіп қойды. Қойыңыз, жыламаңыз енді, жыламаңыз, деді тергеуші жұбатып Үрқияға.
қиын боп іс табылмай тұр. Естіп жатырмыз ауылдағы сөзді. Біреулер Шегірбай екен деп жатыр. Қайдан білек, Құдай біледі ғой. Бізге де оңай болып тұрған жоқ, деді тағы да Ұрқия, тергеушінің кімнен кінә іздемекші боп жүргенін білейін деп. Тексеріліп жатыр, бірақ белгісіз, мүмкін басқа, мүмкін ол да емес. Мен сіздерге еш нәрсе деп айта алмаймын. Тергеуші қағазына бір нәрсе түрткілектеп, сыпайы қалыппен сау болыңыздар деп шығып кетті. Құрметті тыңдаушылар, жалғасы бар, жалғасын күтіңіздер.